Babam hoca edi вообще, немеде, Бақсарайда, Қуышта hocалық yapқан еді. 29 сенесі оларын құлақ деп, декабрь айында сүргін еттілер Уралға. Богослов деген жерге, Нәле-Сапабал. Олар 4 аға қардаш еділер. 4 аға қардашқа 4 десятин ер еді. Onun için құлақ деділер. А так құлақ дегел еділер ебет. 4 ат, 2-3 сығыры бар еді, білмеймін. О қадар жанға. Сейтхалимжем офицер еді, onun için onun отыртылар түрмеге. Ташкенттің түбіне. Анда уже оларға больны бергенде, в общем, бардылары, неме достлары, билет алдылар билет, а Сейтхалимжем кемеді. Сон қайтардылар билетлерін, бардылар бақма, а өліп қалды. Жүректен өліп қалды. Bin 1930 senesi Kiros деген шер башланды ясалма. У вақты келділер Кировскеден немеге, Богословскеге нетлер адда кетседіз, 1 жылдан соң больны берміз деділер. Суықлар пек балабан. Буранлар, в общем, яйша ғыреді. Аш ечмейді. Сон хасталандылар, тифтен ятлар. Анам хасталанды, тизем хасталанды, қартбабам хасталанды. Анам 9 бала тапты. 9 баладан біз 3 тане қалдық. Ағам, мен и қардашым, қыз қардашым Зекиге. Балалықта өлділер. Суық бір тараптан, açlıq бір тараптан. Babamın жібермеділер. Да 1 жыл керек еді. Олар алдатылар бет оларын. 1 жылдан соң больный паспорт, больный берміз деп бермеділер. Когда в первый раз увидела Крым, это был 86 год. Ни с чем не сравнимая красота. И едешь когда по дороге. И вот после этого, когда вернулась в Крым, потом начала. Бүлбүл олып қондым Крым бағына, сүргін олып жүштім Уралдағына. Ауштырлар андан бұздені сағызына. Андан да көчтік Өзбекстана. Нихаят Азраиль 60 yaşında aldı meni bağrına Samarkand'da.